Менің есімім Ерқанат Көпжасар, 31-ші арна информ бюро жаңалықтар қызметінің жүргізуші редакторы. Жемқорлық деген нәрсе енді аты айтып тұрғандай, жем, яғни жеуге үйір болу, қорлық деген ол халыққа қорлық көрсету. Осы жеу арқылы біреуге қорлық көрсету. Атынан ат үркетіндей жаман атау. Сондықтан бұны түбімен жою үшін, түбегейлі жою үшін бізге Сингапурдың президент Назарбаев ылғи айтады ғой, Сингапурдың жүйесін, Сингапурдың экономикалық ғажайыбын, сол Сингапурдың заңын қабылдау керек бізде. Неге десеңіз, мысалға, бізде қылмыстық кодекс өзгерді ғой, 2012 ма, есімде емес нақты. Сол жерде мысалға азаматтар, жемқорлықпен ұсталған азаматтар, өзіңіз көріп жүрсіз, ақшамен құтылып кетіп жатады, көбінесе айыппұл төлейді, мысалға 1 миллиард теңге, 2 миллиард теңге. Қазақстан емес, жалпы дүниежүзінің тарихында болмаған 1 миллион доллар жемқорлықпен ұсталып, тыңдап тұрған білетін шығар, көріп отырған азаматтар 1 миллион доллар ақшамен ұсталып, бір жыл өтпей бостандыққа шығып кету деген бұл енді адамның ақылына сыймайтын утопиялық нәрселер. Сондықтан да осындай нәрселерді болдырмау керек. Осындай нәрселер, жаңағындай примерлер, мысалдар біздің көптеген шенеуніктерге керемет ертегі сенуге мүмкіндік береді. Қандай ертегі? Яғни сотталып жатсам, артынан кейін ақшамен бәрін шешіп тастауға болады деген мәселе. Айыппұл деген нәрсені қою керек, бірден қамау керек. Мысалға, залог дейді ғой, алдын ала өтемақы беріп, залог беріп шешуге бостандыққа жіберу дегенді мүлдем қарастырмау керек. Тура Сингапурдағыдай ұсталдың ба,